Достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ, үлпілдек және сап-сары кереметтей болып шығатын шелпек пісіру рецептімен бөлісемін. Толық рецепті видеоның астына міндетті түрде қалдырамын. Өте сенімді тексерілген рецепт. Алдымен бізге таза тұсқа жылы суды құямыз. Жылы сүтімізді құямыз. Ашытқы, 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық қант және кішкене сұйық май құйып, араластырып алып, үстіне ұнды міндетті түрде електен өткізе отырып, біртіндеп салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Енді бетіне кішкене сұйық май тамызып, бетін целлофанмен жауып, жылы жерге 40 минутқа қоямыз. Неке қамырымыз өте жұмсақ, үлпілдек болып көтерілді. Енді кішкене домалақтап алып, 7 бөлікке бөлеміз. Кішкене домалақ формаға осылай келтіріп, тындырып қоямыз. Майымызды қыздырып, шелпектерімізді осылай жаямыз. Оқтаумен осылай бір келкетіп жайып алдым. Енді қызып тұрған майымызды пісіріп аламыз. Осы рецептпен менде 7 шелпек шықты. Тағы біреуін пісіріп көрсетейін. Құрамы өте қарапайым, әрі өте тез дайын болады. Міндетті түрде сіздерде дайындап көріңіздер. Шанышқымен осылай екі жағын біркелкі етіп пісіріп алдым. Неке 7 шелпегіміз дайын. Қасиетті ораза айында, қасиетті жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.